Қытай халық ертегісі майсаны созып өсіру. Чуншу дәуірінде Сұң елінде бір дихан болыпты. Ол егін егіп жан бағады екен. Бір күні дихан мен әйелі, баласы күні бойы әбігерленіп жүріп, майсаны отырғызып болыпты. Еккен майсасына қарап тұрып дихан көңілдене: майсаларым, сендерді жанымды жеп жүріп ектім, енді тез өсе қалсаңдар екен депті. Сөйтіп дихан күніне майсасының шөбін отап, топырағын босатып, құрт құмырсқадан арылтып, тез өсуін екі көзі төрт болып күтіпті. Алайда диханға майсаның өсуі тым ақырын көрініпті. Ол күн құрғатпай барып көрсе де, майсасы өспегендей көріне беріпті. Қайтсем майсаны тез өсірер екем деп дихан қатты мазасызданыпты. Бір күні дихан ит қонақпен ойнап отырған екі балаға кездеседі. Балалар ит қонақтың сабағын созып қалғанда, ол ұзарып өсіп қалғандай сезіледі. Амалын таптым деп ойлайды дихан. Келесі күні таң атпай орнынан тұрып жатқан диханға әйелі: құзғын сәріден қайда барасың? дейді. Мен майсаны өсірудің тамаша әдісін таптым дейді де алды-артына қарамай шығып кетеді. Атыз басына келген дихан майсаларын бір-бірден құлағынан созғандай етіп, қатар-қатарынан мықшыңдап жүріп тартса да, түске дейін жарты атыз майсаны зорға созып болады. Әбден терлеген дихан түсте бір ағаштың көлеңкесінде демін алады. Өтіп бара жатқан көршісі тер басқан диханды көріп: осынша ыстықта үйіңе қайтпай неғып отырсың деп сұрайды. Сонда дихан: майсаны өсірудің жақсы әдісін енді ғана тапқанымда, үйге қайту қайда? Уақытты ұтып еңбек етуім керек қой, дейді дихан сырын ішіне бүгіп. Көршісі өз жөнімен кете барады. Күн қызарып батқан кезде дихан ақыры атыздағы майсаларды түгел созып шығады. Көршісінің майсасына қарағанда әлдеқайда биік көрінеді. Ол қалжырап шаршаса да, қуанышы қойнына сыймай тұрады. Биіктей түскен майсасына көз жүгірткен дихан: шіркін, майсам қаулап өсуде, мұндай әдіс ойыма неге бұрын келмеді екен деші, деген ойға шомып үйіне қайтады. Дихан үйіне барып әйелі мен баласына: бүгінгі еңбегім еш кетпеді, майсамыз жайқала түсуде, мол өнім алдық дей беріңдер дейді. Мұны естіп аң-таң боп, сенер-сенбесін білмеген баласы дереу жүгіріп атызға бара қалса, майсасының барлығы солып қалған екен. Атыздың басына келген дихан өкініштен өкіріп жылап отыра кетеді. Жылағанмен іс бітпейді. Онан да мына майсаларды жұлып тастап, орнына жаңасын отырғыз, әйтпесе тақыр жерге отырғаның отырған деп көршісі ақыл айтады. Сонда ғана есіне келген дихан тағы да майса сатып әкеліп жаңадан отырғызады. Сөйтіп дихан ендігі әрі майсаны құлағынан тартпайтындай болыпты.